Сәлем баршаңызға, сіздерге оңай әрі дәмді болып шығатын, ет жоқ кезде пісіріп алатын тағамдың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен картофеліміздің сыртын ашып, осылай төртбүштілеп турап, кастрөлімізге саламыз. Астын жағып, пісіріп аламыз. Оған дейін бір пиязымызды алып, ұзынша қылып турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді теркіде өткізіп аламыз. Сарымсағымызды да уақтап аламыз осылай. Алдын ала табамызға майымызды қыздырып қоямыз. Жаңағы пиязымызды салып, кішкене қуырып алғаннан кейін чесногымызды саламыз. Оны да кішкене қуырып алып, үстіне сәбізімізді салып, бәрі жұмсарғанша қуырып шығамыз. Жаңағы картофелімізді судан алып, осылай езіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша көк шөп қосуға болады. Көк шөп дәмін береді, сондықтан мен укроп пен көк жуаны бірге турап салып жібердім. Жаңағы табамыздағы салмамызды үстіне салып, одан кейін сырымызды теркіден өткізіп, жаңағы салмамызға саламыз. Дайын болған салмамызға бір жұмыртқаны салып, одан кейін 3 үлкен қасықпен ұн салып шығамыз. Жақсылап бәрін араластырып шығамыз. Қолымызға жабыспау үшін осылай қолымызды майлап, одан кейін салмамызды формамызға келтіреміз, котлет құсатып. Қызып тұрған табамызға салмамызды салып, екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.